Арабтарға да сол керек еді. Қатты құтырып кетіп еді. Мекке жоқ болуға аз уақыт қалды. Қазір Құдайымен құрдасындай ойнайтын кісі көп. Елде отырып ап, қасиетті қаладағы жауын жайлы өтірік ақпаратты оңды солды боратып, жалған видеоларды таратып жатқандар басым екен. Меккеде жүрміз, су басты деуге келмейді әрине. Түсте жауған жауын шамалы сәттен кейін жерге сіңіп, кейбір көшелерде техникалар мен тазалықшылар тазалап шықты. Таулардың сай саласына орналасқан шаһар ғой, біраз видеодан көптеген жерлер су басқан сияқты көрінеді. 2-3 сағаттан соң қарасаң, ештеңе болмағандай тұрады. Мекке қаласы тек Қағбаның айналасы ғана емес, мүмкін басқа бөліктерінде кішкене сел болған шығар. Бізде Шымкентте жаңбыр жауғанда қол шақты су басып кетсе, қайтпас шақты су алмайды дегендей ғой. Яғни дүние дүрлігетіндей апат болған жоқ. Желіде жүрген видеолардың біразы Құдайдың қорғауындағы қалаға жасалған ақпараттық шабуыл, Қағбаға адам бармасын деген ниет. Бірақ соған қарамастан миллиондар аңсаған мекенге келушілер жылдан жылға артып жатыр. Тіпті біз Орта Азия елдері қажылыққа келудің рекордын қойып тастап, су астында қалды, төтенше жағдай жариялады деген хабар да тарап жатыр. Қайдан алғанын білмедім, Меккеге умраға келген қаншама отандасымыз оны әлі естіген жоқ. Қайта жауын жауғанын видеоға түсіріп, мәз болып жүрген адам саны өте көп. Алла баршамызды аяқ асты апаттан, тосыннан келетін тақсіреттен сақтасын ағайын.